Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен ақша гүлі туралы әңгіме айтамыз. Ақша гүлі сізде үйіңізде болмаса, кез келген гүлді ақша гүліңіз етіп жасауыңызға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, гүлге қызыл жіп байлап қойсаңыз, және де «Как это дерево растет, так и мой деньги растет» деп 3 рет айтасыз. Және де су құйып жатқан кезде осы сөздерді 3 рет қайталайсыз. Осылайша сіздің гүліңіз өседі, сіздің де табысыңыз өседі. Жасап көріңіз, өте қарапайым техника. Мен күнделікті жасаймын. Сондықтан да Аллаға шүкір, табысым өсіп жатыр. Төменде ақша гүлі сіздің үйіңізде бар ма? Жаза кетіңіздер. Қазіргі таңда кез келген үйден ақша шақырады, бақыт әкеледі деген сеніммен ақша шақыратын танымал бөлме өсімдігі толстенка немесе теңге гүлі деп аталады. Бұл өсімдіктің бұлай аталу себебі жапырағы теңгенің пішінінде, теңгеге ұқсас болғандықтан теңге гүлі деп аталады. Әрі гүлді үйде өсірсе ақша шақырады, бақыт әкеледі деген сеніммен кеңінен тараған. Уақыт өте келе ол сенім расқа айналды. Егер гүлді дұрыс қондырып, гүлді дұрыс орынға қоя білсеңіз, ол сізге ақша шақырады, бақыт әкеледі. Гүліңіз өсе түседі, және де табысыңыз да көбейеді. Гүлді қондыратын құмыраның түсі қара, қызыл, алтын түстес болғаны жақсы. Бөлме ішіндегі ең оңтайлы орын оңтүстік шығыс жақ.